Ассаляму-алейкум. Бүгін біз сіздермен греческий салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің видеомды қарамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Салатымыздың құрамына бринза, менде фета бринзасы, қияр, қызанақ, зәйтүн, бұрыш, жуа және салатный лист қосамын. Енді салатымызды жинаймыз. Осындай ыдысқа барлық құрамдарды салып шығамыз. Барлық құрамдарды, бұрыш, қызанақ, қиярды, бринзамызды шағын етіп, төрт-бұрыш етіп кесіп аламыз. Салатымыздың құрамын салып болдым. Бринзамызбен зәйтүнді алып қаламыз. Енді соус жасаймыз. Зәйтүн майына лимон соғын құйып, тұз, бұрыш, орегanoны салып, салатымызға құйып араластырамыз. Салатым дайын. Осылай тарелкеге салып, бринзамызбен, зәйтүнмен әсемдейтін болам. Мен бринзамды үлкен етіп кесіп қойыппын. Сіздер төрт-бұрыш етіп кесіп алыңыздар. Салатым дайын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ассаляму алейкум.